Құрметті бүгінгі мектеп бітіруші 11 классын түлеп 11 класс аға апалар, ұстаздар, ақжалты қос анамыз. Енді бүгінгі күн өздеріңіз көріп куә болып отырғандай ерекше естен кетпес қуанышты күндеріңіз. Ендеше мынау кеше ғана мектеп бітірген болсаңыздар, әрине 30 жылдың зулап өткен, қалайда өтіп кеткенін білмей қалған шығарсыздар. Бүгін мінекей баршаңызға бас қосып, үлкен ақ дастарханның басында сіз болып, біз болып, мынау енді өткен кеткенді еске алып, бүгін ақ дастарханның басында қауышып жатқан жайымыз бар. Енді ақ наннан ауыз тимес бұрын, мынау арақ шараптан алдымызға құймас бұрын. Енді қазақта мақал бар, қайғыны бөліссең азаяр, қуанышты бөліссең көбейеді дейді ағайындар. Ендеше осы өмірден өтіп кеткен класстастарыңыз, ұстаздар қауымына деген мынау еске алу рәсімін орнымыздан тұрып жасап жіберейік. Сәл үнсіздік. Әлемді құрметті апаларымыз, баршаңызға қош келдіңіздер. Тегістей алдымыздағы мынау енді бүгінгі қуанышымызды бастамас бұрын енді өмірден өтіп кеткен класстастарыңыз ол кісілерде бір алынып жатқан шығар, жатқан жерлері жайлы болсын, жарық болсын дейміз. Енді артында жоқтатпайтын осындай класстастары, замандастары, құрдастары сіздер аман болыңыздар дейміз. Ал енді баршаңызды ақ наннан ауыз етіп, тәрелкемізді алып, салаттардан салып, сусындарымызды ақтан ағартып, қызылдан қызартып құйып қояйық. Соған соң әрмен қарай бүгінгі қуанышты күнімізді жалғастырамыз. Олай болса, қош келдіңіздер дейміз. Ал енді баршамызды тегістейден тағамнан алуға рұқсат. Қош келдіңіздер. Бірер минуттан соң бастаймыз. Аға апаларымыз, баршаңызды тегістей ұстаздар қауымға апайдан баршаңызға қош келдіңіздер. Енді алдымыздағы дәмді тағынан аспай, саспай, қасылмай, ұмтырмай алып отырыңыздар. Баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Енді бүгінгі күн өздеріңіз мінекей жаңа күткендей сондай мәңгі есте қаларлық күн. Бүгін мінекей қуанышты күніміз. Алыстағы сыныптастар, класстастар жиналып, төрт көзіміз түгел болып, төрт қуаламыз тең болып отырған бүгінгі күніміз құтты болсын дейміз. Енді 30 жылда, енді 50 жылда ел жаңа дейді. Бүгін мінекей 30 жыл толып отыр екен, бітіргендеріңізге одан құтты болсын. Ұл-қыздарыңыз өсіп, ұл-қыздарыңыз айдай, тойларыңыз қайдай болсын. Осындай баршаңызға, осынау төрден ойып орын алып отырған қос апайларымызға, дендеріңізге саулық берсін дейміз. Осындай сыныптас балаларыңыздың, қыздарыңыздың арасында 30 жылда, 60 жылда, 60 жылда жиналып жүре беріңіздер дейміз. Енді бес қазақ отырса да қоратырмай, бір-біріне тілек айтып, ән айтып отырады дейді. Сондықтан бүгінгі отырысымызда ендеше алғашқы ақ тілектен кезегі осы бүгінгі дастарханды жалпы ұйымдастырып жатқан десек те болады. Ендеше қос ағамыз бар. Берік ағамыз бен Тимур ағамызға қош келіп айтуыңызды берейік. Енді біріншіден құрметті, қадірменді біздің аяулы ұстаздарымыз мектепке барғанда алғашқы әліппені оқытып, әліпті танытқан Марва Мәжитқызы ұстазымыз қатысып отыр. Одан қалай берсе, ар жағынан 4-ші сыныптан бастап өзіміздің тәжірибесін оған, анамыздай болған ұстазымыз Жұбар Сәрсенғалиқызы қатысып отыр арамызда. Сіздерге осындай біз шақырып, осындай үйі ойында соққан кезде келіп қатысқандарыңызға уақыт бөліп көп-көп рахмет дегім келеді осы сыныптастар атынан. Енді құрметті сыныптастар, қазір сөйлеп айтады ғой. Бүгін міне көптен аңсаған, көптен күткен, бәріміздің осы алыста жақында жүрген сол күн туылып, бүгін сол күн міне орындалып, бәріміз осы қолымыздан келгенше ұйымдасып, жиналып, бүгін мына Орал шаһарында мына
Зодиак мейрамханасында бас қосып жатыр. Мен өте қуаныштымын. Осындай жиын болады деп 30 жыл өткенде мына көп сыныптастарымыз бар, алыста жүргені бар, жақында жүргені бар, осы Оралда жүріп те бір-бірін көрмей жүргендер бар. Солар міне 30 жылдан кейін жиналып бір-бірін көріп, амандасып, аман саулығын біліп риза болып жатыр. Осыдан мектеп бітіргеннен кейін 10 жыл болғанда бір жиналғанбыз. Ол кезде өзі әлі балалық, бір-бірімізді дұрыс түсінген жоқпыз, білген жоқпыз. 20 жылда басымыз дұрыс қосылған жоқ. Міне 30 жылда енді бәрімізде елуге тақап қалған аға, апа, ата-ана, бала тәрбиелеп отыр. Былай айтқанда жаңа жұпарымыз айтқандай самайымызға ақ болған өзі жігіт ағасы болады. Сондықтан міне бәріміз осындай ұйымшылдықпен ақылдасып, осы 30 жылды ұйымдастырайық деп міне бүгін сондай бір отырыс болып жатыр. Бәріңіз де қош келіп жатсыздар. Енді жаңа айтып отыр ғой, енді осы елде жүргеннен кейін мында осы Орал қаласында 3-4 кластасымыз бар. Ата кетсек мен, Тимур, осы Майра, Айсұлу, жаңа артынан Құсайын қосылып жатыр. Осында жүрген осы бәріміз ақылдасып жиналып осылай шешіп жатыр. Осына кеше 25 күні соңғы қоңырауда Аратөбе елді мекеніне барып, соңғы қоңырауға қатысып, осы мектептегі мұғалімдерімізді жаңа құттықтап, ол кісілерде риза болып, бұрын бізге сабақ берген, сол кісілермен бірге жүріп, жаңа суретке түсіп, видеоға түсіп, бір жақсы үлкен күн болып кешірген, өте құтты күн. Бүгін міне соның жалғасы болып жатыр. Бір-бірімізді көріп, арасында болып қуанып жатыр. Сондықтан бүгінгі кешті жақсы өткізейік бәріміз. Бір-біріміздің ат салысып, алыстан келіп жатыр, Алматыдан келіп жатыр, Астанадан келіп жатыр, Россиядан келіп жатыр. Сондықтан бір-біріміз жатырқамай 30 жыл болды, 30 жылдан кейін кездесіп жатырмыз. Сондықтан жаңа мына қазір 5-6 сағат деген айта кеші өтіп шығады. Сол 5-6 сағатты тамаша, жақсы осы өткізейік деген бір өтініш бар. Осы дастархан, осы бұл қыздардың ұстаздарымыз сіздерге арнап, өзімізге арнап жайылған дастархан, сол бүгінгі біздің сол 1982 жылғы бітірген түлектердің кеші деп, сол есептеңіздер, сол кеш ашық деп жариялаймын. Келесі. Ал енді бағаш келе алмасақ та, келіп бірінші сөзесіне қалдырмайды. Жақсы. Мына енді біріншіден апайларымызға көп рахмет айтамыз. Уақыттарын бөліп осылай бізге балдарымыз бар еді деп осылай оқып жатқан, келіп жатқанымызға Мәжит апай, Жұпар апай. Сосын мына енді алыстан келіп жатқан қыздар бар, балдар бар. Оларға да рахмет. Бәрімізге де осылай бас қосып, ойбай жиналамыз деген жүгіріп келіп жатыр. Мұнда шынын айтсақ ауылдағылар жинай алмай жатыр. Алыстағылар келіп жатыр, өте қуаныштымыз. Енді бәріңізде мына апайлар сіздермен осылай жүре беріңіз, арамызда шақырғанда келе беріңіз, осылай ауырмаңыз, сырқамаңыз. Мына бір айтылғанда бір келе ойындар деймін тағы да. Сол үшін алып қояйық дейміз. Бәрекелді. Қошеметтен қой, қайтарап шамала қырып қояйық. Бәрекелді. Мінекей тәкелмен бәтен ақ тілегін білдіріп, мінекей баршаңызға қош келдім айтып жатыр. Ендеше тексек асып алып қоймай, бір істей шықпаймыздар. Енді бүгінгі қуанышты күнімізде жаңа айтып өткендей төрт көзіміз түгел жиналып жатырмыз. Алматыдан, Астанадан, Ақтөбеден келіп жатса, әрине Ресейден келіп жатса, ол мінекей жер-жерде елді мекендерімізде, ел-жерде көрген жұмыс жасап жатқан құрдастар емес. Ендеше ұлы қазақ даласы, еліміз жеріміз аман болсын дейміз. Алып қойыңыздар. Özümün
Біз үшін үлкен той, мынау енді тоймастар болсын, өнер істей берсін бауырым. Мына енді бүгінгі кешті осы тамаша, жақсы өткізсін деп, мына бауырымыз осы тамақ асаба Асылханға тапсырып алды. Сондықтан осы кісіні тыңдап, осы кісіні тыңдасақ, біздің кешіміз жақсы өтті. Осы жерде жаңа жылдамдатылған суретке түсіретін жаңа сөйлеушілер бар, мына бейне жазба бар. Осы бәрі осы Асылханның көмегімен сыйлайтын нәрсе. Мына осы кісіге енді біз бағаламыз деп ойлаймын. Бәрекелді, қошемет апай. Рахмет. Тек оқушылар шуламаймыз. Мен тыңдамасам бір екі қоямын. Ал енді әрине мынау ағаларымыз бар, апаларымыз бар. Сіздерге қарап осындай қуанышты күндерімізге біздер еске аламыз. Әрине осы күнге әрине жеткен де бар, жетпеген де бар. Артта мынау енді қазақта айтады ғой, жас өспей ме, жарлы байымай ма дейді. Осындай біздер де осындай 30 жылдықта әрмен қарай жылдан жылға тойланатын осындай қуаныштарда бас қосып жүре берейік. Енді бүгінгі күн әрине ерекше күн, есте сақтарлықтай күн деп жатырмыз. Ендеше өткен кеткенімізді еске алып, мынау осынау әзілімізді, әнімізді, осынау сіздердің кездеріңіздегі сонау жүректерге шуақ берер ақ тілектерімізді арнай отырайық, бір-бірімізге деген. Ендеше осынау абай атамыз айтады ғой, ұстаз өткен жалғас үйретуден балаға дейді. Ұстаздың қадірін ұстаз болғанда білесің дейді. Ендеше осындай ұстаздарымызға да ақ тілектеріңізді айта отырыңыздар, арнай отырыңыздар, ақтап отырыңыздар. Осындай ұстаздарға деген қуанышты, жүрек жарды әрине ақ дастарханда бас қосып отырғаннан кейін бір қошемет білдіріп қойсақ артық етпейміз. Ұстаздар қойын аман болсын. Бәрекелді. Ендеше құрметті қонақтар, енді жаңа айтып өттік, осынау 30 жылдың ішінде бір көргендеріңіз де бар, әрине кездесіп жүргендеріңіз де бар, бірақ алыстан арнайы ат берілетіп бүгінгі күнге қауышып келіп жатырған класстас сыныптастарымыз бар. Оны қазір әрине жүрек жарды біздерді берген кезде арнайы атап беретін боламыз. Енді алдыменен қонақтарымызға алыстан ат берілетіп келген осынау класстастарымызға ақ тілектің кезегін бере отырайық. Бұрын мінекей Астана Алматы болған болатын. Сіздердің кездеріңізде енді мынау Алматының төрінен, Алматының бүгінгі қуанышты күнімізге апортын алып келген, алмасын алып келген. Ендеше аты Алима, фамилиясын білемін мен, бірге Сабирова деген. Бәрекелді, Алима Сабирова апайымызға. Алима апай, қош келіп жатсыз. Ақжайықтың төріне ұмытпаған шығарсыз. Аралда берінде, оралды да, мені де көрмейді. Ал енді құрметті ағапаларымыз ортаға шыққаннан кейін толығырақ әрине бір-бірімізді танимыз. Толығырақ таныстыра отырып, тілегімізді айта отырып, кімнің қайда қандай жұмыс жасайтынын, үй-жайға, семьяларымыз туралы да айта кетсеңіздер артық етпейді. Бүгінгі күн сіздерге жайылған ақ дастархан, бүгінгі күн сіздер үшін. Сондықтан да асықпай, артықпай тілегімізді толық айтайық. Қошемет болдырып қояйық. Тамақ салып кетіңдер, мен сөйлей жатырмын. Әйтпесе баяғыда 10 класты бітіріп жатқанда жылап қоямын да, сосын сөйлемей қоямын. Армысыңдар, сыныптас ұяласың, алыстаттау уақыт ұярасын,
достарыңды балалықты бейкүнә сағынғанда достарыңды есіңе жия аласың деп бір ақын айтқандай екен. Мынау бүгінгі біздің кездесуіміз бұл балалықты сағынып кездесу. Бұл кездесу баяғы бұдан 30 жыл бұрын 17 жастағы қыз бен жігіт болған шағымызды аңсау деп түсінемін мен өз басым. Сондықтан мынау бүгінгі кездесуіміз біздің бір-біріміздің жеткен жетістігімізді айту емес, немесе байлығымызды, даңқымызды, атағымызды айту емес. Бүгінгі кездесу біздің сол кездегі балалық шағымызды аңсау деп түсінемін мен өз басым. Сол қалпымызбен бірімізді-біріміз қабылдауға келдік бүгін. Сол кездегі қалпымызды сағынып бірімізбен біріміз әзілдесуге келдік бүгін. Сол кездегі қалпымызбен бір-бірімізбен ойнап күлуге келдік деп ойлаймын бүгін. Сондықтан енді мынау қош келдіңіздер деп айтам барлықтарыңызға. Мен сендерді сонша сағынып келдім. Шынымды айтсам, осы кездесуге келе алмай қалам ба деп жүрегім лүпілдеп, баяғы қол жұмыс қой, анда жаңағы қол босатпайтын. Сондықтан енді түнде ұшып, бүгін сіздермен ұшып келдім де, бүгін сіздермен қауышып отырғаныма сондай риза болып жатырмын. Барлықтарыңызды аңсап, сағынып, кейбіреулеріңізді 30 жыл көрмеппін. Сондықтан енді мен ойлаймын, бүгін мен бір ерекше бақытты күнім, ерекше бір толқып отырған күнім деп ойлаймын. Сондықтан енді барлықтарыңызға енді мынау бүгінгі кездесуіміз құтты болсын деп айтамын. Одан кейін енді мына бүгін біздің арамызда мен енді бірінші сыныптан бастап оқыған жоқпын ғой. Маруа апайды шынымды айтсам жаңа танымай жатырмын. Бірақ өткенде Ерболат па, Берік па біреу айтқан, Маруа апай болады дегенде, ол сенің мұғалімің емес деп маған сөйтіп айтып бастаған болатын. Қайсысын айтқан білмеймін, бүгін есімде жоқ. Сондықтан енді менің шын ұстазым, менің қамқоршым, менің демеушім бүгін алдымда отыр Жұпар апайым. Жұпар апай, шынымды айтсам, баяғыда мен мектеп бітірген кезде, осылай маған сөз берген кезде мен толқып сөйлей алмай жылап шығып кеткен болатынмын. Бір жағынан ол босамаңыз. Сабыр. Мен бола алмайсың. Қышлаға мен бола ма? 30 жылдарында тартама. Бола ма дейсің бе? Ондай болады ғой. алыста жүрмеген кейін түсінбейсіздер сені. Шынымен де менің жалпы мынау бүгінгі күнге жетуіме, бүгінгідей дәрежеге жетуіме қолдау көрсеткен, демеу көрсеткен шынымен де Жұпар апай сіз болатынсыз. Сағидолла аға екеуміз. Сіздер менің мектепті медальмен бітіруіме үлкен еңбек сіңірген болатынсыңдар. Мүмкін ол кезде мен бала болдым, көп нәрсені түсінбедім. Бірақ қазір ойлап отырсам, ол кезде сол медальді алып берудің өзі, сол еңбектің өзі үлкен еңбек екен ғой сол кезде. Қазір мен кейде ойлап есіме алам. Сондықтан сол медальдің жалпы нәтижесін мен көрдім деп ойлаймын. Сол сіздердің еңбектеріңіздің ақтадым деп ойлаймын. Сондықтан енді сол кезде сіздер маған алтын белгі беріп, менің жолымды ашсаңыздар, мен бүгін сіздің қолыңызға өзімнің алтын жүзігімді әкеліп салсам деп отырмын енді. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, балаларыңыздың қызығын көріңіз. Әрқашан тек жақсылықта ғана бас қосып отырайық. Сол сияқты сыныптастар сіздердің барлықтарыңызға да әрқашан Алланың назарында, бақыттың базарында жүргейсіздер деп тілек айтамын. Бүгінгі күн қуанышпен өтсін. Әрбір
бірге оқыған класстастар әрқашан бірін-бірі өстіп сағынып көрісіп жүрсін. Аман болайық, заман тыныш болсын. Тек қана жақсылықтарды бас қосып отырайық деймін. Қаттырақ қошеметтеріңіз қайда? Класстастар, сыныптастар! Қошемет! Ой, бәрекелді! Қош келдіңіз, Алим апа. Босамаңыз, мынау адам баласы қайғыдан емес, қуаныштан да көзіне жас алады дейді. Олай болса бүгін қуаныш, әрине әр нәрсенің өзінің орнына толқып жатқан шығарсыздар. Ендеше сағыныш, өмірдің өзі сағыныш дейді. Ендеше Алим апамыздың құрметіне осынау Алматының төрінен келіп жатса, баршаңыздан қатысып, алып қоймай, ақтан ағартып, қызылдан қызартып, сусындарымызды ішіп қояйық. Қош келдіңіздер. Ендеше келе жатыр қыс қайта. Осынау Алматының төрінен келген Алим апамыздың құрметіне қабыл алыңыздар. Apa kalian ngisi apa? Kalau kalian. Sыныптастар, жолдастар, енді бүгін мінекей баршамызды астаналап отырайық, сусындарымызды құйып отырайық, шуламайық, переменге 1-2 минут қалды, содан кейін шыға бересіздер. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, төрт көзіміз түгел болып, төрт құбыламыз тең болып, бүгін мінекей қуанышқа атсалысып, осынау келіп жатырмыз. Бір апаларымыз мінекей Алматының төрінен ұшып келіп жатыр. Ендеше осындай қуанышта бас қосқаннан кейінгі мынау қазақта айтады, жалғыз ағаш орман болмас дейді. Бүгінгі мынау қуанышты енді атымызды білдіңіздер, заттарды мекенде отырған шығарсыздар. Мынау есте қаларлықтай етіп, бүгінгі 30 жылдан кейінгі кездесіп отырған қуанышымызды бейне тасқаға түсіріп жүрген Ерболат деген бауырымызға қошемет білдіріп қояйықшы. Бәрекелді. Ерболат және бүгін сізбенен бізді жақсы әнмен әрқалай әсер ететін, сізбенен бізді билететін, ән салатын әншілерді таныстырып алайық. Асхат және Динараға бұл шапалақ салайық. Асхат, Динара. Әлемде құрметті аға-апаларымыз, мынаумен де ойлап отырған шығарсыздар. Сіздер біреулеріңіз Алматыдан, Астанадан, Ақтөбеден келіп жатсыздар. Мен ойлап отырған шығарсыздар, мынау Байден келген Африкадан келдім әлі. Енді олай болса біреулер шатыстырып жатады. Индиядан келдің бе, Қазақстаннан келдің бе?
Америкадан келдім бе деп жатады. Енді мынау өзімді толығырақ таныстыра кетсем, бүгінгі кеште жүргізетін, күлмейтіндерді күлгізетін, шақырған жерде қалмайтын, шақырмаған жерге бармайтын, той десе сөзі талмайтын, английский тілмен айтқанда Барак Обаманың інісі, индийский тілмен айтқанда Раджи Капурдың туысы, қазақшалап айтқанда қаралардың дарасымын, қазақтың қара домалақ баласымын. Бұқилығы деген елден, Құрманғазы деген жерден, руымды сұрасаң, қара бұра, алашадан, асабалық міндетті жүргізіп келем. Жарқырап шыққан күн болам, төсем қара төсіма, красавчик, Асылхан деген асыма, мен боламын. Жайымыз бар, қазақта айтады ғой, мыңның жүзі білгенше бірден атын біл дейді. Әрине, толығырақ танысып жатырмыз, табысып отырайық, келісіп отырайық, осындай қуанышты күнімізде көңіл көтеріп, күлісіп отырайық. Ал енді асалымның арқауы деп, алдымызға ас келсе, аспай, астан алып отырыңыздар, дәмді тағамнан алып отырыңыздар, тегістей сусындарымызды сайдап құя отырайық. Мынау енді мектепке тарғай болып кіріп, таудай болып шыққан бүгінгі мінекей ерекше күндеріміз, қуанышты күндеріміз тағы да құтты болсын дейміз. Олай болса, бүгінгі қуанышты күнімізде жаңа мінекей алыстан аттап өтіп келген апаларымыздан бастап ақ тілектерді бастаған болсақ, әрмен қарай осынау Астана басқала, Астана жасқала деп жатамыз. Көркейіп, қазір мінекей жастардың отанына айналған үлкен өзіміздің елбасымыз бастаған Астананың төрінен ат терлетіп келген, ақ тілегін айта келген, арнай келген, арта келген осынау Селбаев Ерболат ағамыз бар ағамыз. Екі ағайымыз отыр осында, ұстаздарымыз. Сіздерге де келгендеріңіз уақыттарыңызды бөліп көп рахмет. Ал енді құрдастар өздерінің мынау 30 жылдыққа бас қосып жатыр қой. Бәріне көп рахмет. Енді не дейміз? Жаңа айтыңыз ғой, әйелім бар ма, жоқ па? Әйелім бар. 3 балам бар, 2 ауыл, 1 қыз. Ал енді бәріңізге осы денсаулық тілеймін. Ата болғандар бар, әже болғандар бар. Енді біздер әлі ата болған жоқпыз. Біздерге де жұмысты болсын деймін. Енді Астанадан келдік деп айтып отыр ғой, бірақ осы өзіміздің ауылымыз ғой осы. Осы жерде туып өстік, өзіміз облысына оралып. Енді сол жақтан бір осында отырған қыздардың біреуіне қарамай тимей қойғасын, сол жақтан бір қызын алып, сол жаққа келіп қалған ғой. Жазыратын жоқ еді. Сол жақта жүріп қазір. Әйтеуір жанға келгендей. Жоқ, кішкеу әйелім алыстырады Астанадан. Ортасында нейтральный ғой, нейтральный. Ал сендерге жақсылық болсын, дендеріміз сау болайық. Осы Орал қаласында тұрып, ұйымдастырғандар Берік, Тимур, қыздар бар мына, Айсұлулар, Майралар, сендерге де көп рахмет. Мынау бүгін бас қосып отырып қой. Ал енді көп не айтайын енді. Аман болайық, сау болайық. Бірінші болайық, денсаулық дейді ғой. Денсаулық болмаса, ештеңе де болмайды деп ойлаймыз. Денсаулықтың ортасында осы жаққа келіп, қазір бас қосып, қуанышты болып жатыр. Ал енді аяулы ұстаздар, сіздерге де көп денсаулық тілеймін. Немерелеріңіз, одан кейін шөберелеріңіздің қуанышын көргеніңіздер. Ал енді сол жақсылықта болсын. Сол алып қояйық деймін, басқа не деймін.
құрметті кластастар, жаңа бір ескертпе. Жаңа айтып отырмын ғой. Білмепті ғой. Мына айға жаңа бәрі жүріп жылап, қарап жүрміз. Жаңа енді тілектеріңізді білдірген кезде енді білем, көңілдеріңіз түседі, бірақ үй тұрғанмен өздеріңізді жинақ ұстап, жаңа семинарыңызды таныстырып, қай жерде жүріп жатырсыздар, қандай жұмыстар қыласыздар. Бұның бәрі мына бейне жазбаға жазылып жатыр. Тарихта қалатын нәрсе осыдан 40 жылдан кейін 20 жылдан кейін келіскенде айтып отырамыз ғой. Өткенде ауыл барғанда бәрібір жазылып, солай ғой. Сондықтан мен ойлаймын сөйтіп айтып өздеріңізге жаңағы қысылмай, ұялмай, енді ұялатын жастан келмеңдер ғой бәрібір. Сондықтан дұрыстап таныстырып өткендеріңізді сұраймын. Бәрекелді, рахмет. Әлемде. Әлемде Ерболат ағамыздың тілегі қабыл болсын. Мінекей жақсы жүрек жәрдемсін білдіріп жатыр. Ал теңізде құрдастар, кластастар алып қоймай шықпайыңыздар. Ортаға көңілдірек әнге биге шығай, бір емес екі ән. Қонақтарымыздың құрметіне қонақ келсе ауыз. Жақсылықтың ертеге шық дейді, ештің кеш жақсы, төрттен кеш жақсы дейді. Мінекей бәрекелді, өлең айтқан асфalt інімізге қошемет қойып құрметті. Көңілдеріңіз күн болсын. Бәрекелді. Әлемде мынау той болған соң ән болады. Мынау енді жалпы қазақ халқы өнерді бағалаған халықпыз. Енді қанша